Түркістан облысы шаруаларының табиғаттың мінезіне бейімделіп, ұзақ жылдар бойына өзгеріссіз қолданып келген мақта егісіне былтыр тың жаңашылдық енді. Агроөнеркәсіп саласын түбегейлі жаңғыртқан, Орта Азия кеңістігінде баламасы жоқ мақта тоқыма кластерін қалыптастыруға бағытталған ауқымды әрі стратегиялық жоба іске аса бастады. Отырар алқабындағы 33 мың гектар жерге жасанды интеллектінің басқаруы және қадағалауымен мақта өсірілді. Агротехнологиядағы заманауи жетістіктерді мейлінше пайдалану, ағын суды үнемдеу және өнімділікті барынша ұлғайтуды мақсат тұтқан шетелдік компания сайын даланы тамшылатып суару жүйесін пайдалана отырып игеруге кірісті. Инновациялық технологияның арқасында олар былтырғы жылы әр гектардан 40 центнерге дейін өнім жинап алды. Биыл мақта алқабының аумағын тағы 20 мың гектарға ұлғайттық. Егістік басындағы жұмыстарды үйлестіріп, басқаратын және бақылауды жүзеге асыратын сандық технологияға негізделген орталық басқару станциясы іске қосылды. Осындай жаңашылдықтардың арқасында биыл былтырғыдан да мол өнім аламыз. Гектарынан 45 центнер мақта жинап деген ойымыз бар. Наурыз айының ортасынан бері егіс басында қызу еңбек, 16 танапқа бөлінген 50 мың гектар аумақтың топырағы қопсытылып, қазір ағын су жүретін түтікшілер тартылуда. Мол өнім алудың кепілі жер қыртысын ылғалдандыру болғандықтан бұл жұмысқа айрықша мән беріледі. Әр трактордың соңынан жүріп отыратын жұмысшылар түтікшілердің топыраққа бірқалыпты деңгейде көмілуін ұдайы өлшеп, бақылайды. Тамшылатып суару жүйесі барынша суды үнемдеуге, топырақтың мелиорациялық жағдайын жақсартуға, сондай-ақ өнімділікті арттыруға мүмкіндік береді. Ерте көктемде ұрық саламыз, бұның артынан шлангіменен су қоямыз. Бұл жерден шығуына, өнім шығуына кепілдік қыламыз да. Осы түскен ұрықтың жүзде 80%, 80-85% шығады осы жерге саламыз. 10 тал ұрық түссе 8-і сөз жердің бетіне болып көгереді. Компанияда бүгінде 900-ге тарта адам еңбек етеді. Оның тек 5% ғана басқарушы мамандар, жұмысшылардың дені жергілікті азаматтар. Олар өз қалауы мен икеміне қарай таңдаған ісін атқаруда және еткен еңбегіне қарай лайықты еңбек ақысын уақытысынан кешіктірмей алып келеді. Осы жерде бір 70 бала аққап сол жұмыс басқарып істетіп жатырмын балаларды. Шри-Ланка жалғауға. Соны былтыр келгенбіз, былтыр 50 бала әкеп істеп. Соны балалардың бәрі риза болды. Сол Түркістан көлемінен осы шәуілдір мағайынан бос жатқан балаларды әкеп жұмысқа салдық. Өнімі жақсы, Қытайлар ақшасын жақсы беріп жатыр. Бұл негізі трактормен техниканы істейді ғой, тек қана тамшылап Шри-Ланка бар. Сол жұмыс жалғап береміз. Сол жеңілдеу балаларға. Қазақтың балалары бәрі істей беретін жұмыс. Сағымданған сайын далада алыстан көз тартатын жұмысшылар қалашығының өзі ат шаптырма аумаққа жайғасқан. Уақытша тұрғын жайларда жұмысшылар үшін барлық жағдай жасалған. Тынығатын жайлы бөлмелер, жуыну, тамақтану орындары да өркениетке сай. Қара домбыраны күмбірлетіп әуелете ән шырқап отырған Медет Расул осындағы жас үлкен жұмысшылардың бірі. Ауысымын аяқтап, жуынып шайынып алған соң күнде бір мезгіл осылай халық әндерін айтып, көңілін бір демдеп алады. Мұндайда күні бойғы шаршауының қалай басылғанын да сезбей қалады. Жасы 57-ге келген Түркістан қаласының тұрғыны бұған дейін жұмыссыз деп Алматы мен Астанадай алып шаһарларға да барып көрген. Табысы аз болған соң тұрақтай алмады. Жұбай екеуі былтырдан бері осы шетелдік компанияда еңбек етуде. Жағдай жақсы, қазір мына екеумізге бір бөлмені беріп қойған. Контор бар, жазда салқын, қыста жылы. Өзіміз жегеніміз халал барлық тамақ. Қазақтар көп өшір жұмыс істеп жатқан. Істейм деген адам істесе болады, уақытында айлығын төлеп тұрады. Осы жерде бізде мына Сарыкөл дейді, көрші ауылдағы балдардың бәрі осы жерде жұмыс істеп жатыр. Кемінде 40-тай қазақ балдар бар, қазір мына жерде Шри-Ланка жалғап жатыр. Күніне 20 мың, 30 мың тауып болады ақшасымен. Шетелдік компанияда егіс алқабында еңбектеніп жүргендерден бөлек, кеңсе жұмысына істейтін жоғары білімді жергілікті азаматтар да бар. Шұғыла Фазылова былтырдан бері осында бас есепші. Астана қаласында тұратын ол, мекеме қажетті мамандарға байқау жариялағанда іріктеуден сәтті өтіп, жұмысқа қабылданыпты. Жергілікті халықтан біраз адам жұмыс істейміз басшылықта да. Жоғары білімі бар мамандықтарға сұраныс түсіп жатады.
Сондықтан осы жерде тауып беруге бізде тырысамыз. Менің өзімде осы жерге сол сұраныстың арқасында Астана қаласынан келіп жұмыс істеп жатырмын. Қазақстанның заңына сүйене демалыс күндерімді беріп отқасын, осында келіп жұмыс істеуге шештім, отбасыммен келісіп. Жасап жатқан жағдайларына көңілім толарлықтай болғандықтан, мен бір жыл болды, міне осы апрель айында осында жұмыс істеп жатырмын. Жатын орны бар, тамағы, барлығы енді жақсы. Жұмысшыларға арналған қалашықта екі бірдей асхана жұмыс істейді. Оның бірінде жергілікті азаматтардың қалауына қарай ұлттық тағамдар әзірленеді. Ал екіншісі Қытай асханасы. Күн бойына егіс басында еңбек ететін жұмысшылар күніне 3 мезгіл осында тамақтанады. Кей күні палау береміз, кей күні лаңман, кей күні сол қазақтың. Кей күні үйіріске тапан жей со секілді әртүрлі тамақтар береміз. 90 адамға тамақ істеймін. Жанымда 2 көмекші бар. Азанда сол сүт жай, сосын нан, салат, сармай. Компанияда жұмысшылар үшін арнайы әлеуметтік қолдаулардың тізбесі де бекітілген. Көктемгі егіс науқаны аяқталғаннан соң, жұмысшылар үшін спорт алаңдарын, кітапхана, мәдени тынығу орындарын салу жоспарланып отыр. Еңбек кодексі бойынша әр жұмысшы аптасына 40 сағат қана еңбек етеді. Бір күн демалысы бар. Мұнан бөлек мереке күндері тынығады. Оған қоса Қытайдың ұлттық мерекелерінде де қызметкерлерімізге демалыс береміз. Мерекелік думанды шаруалар ұйымдастырамыз. Экологияға байланысты материалдық көмек беріліп тұрады. Жоба еліміздің түстігінде мақта өсіруден бастап жіп иіру, мата тоқу, тігін және дайын тоқыма өнімдерін шығаруға дейінгі толық өндірістік циклді қамтумен ерекшеленеді. Яғни агроөнеркәсіптік салаға жүйелі өзгеріс енгізіп, шикізаттық бағыттан арылуға, дайын өнім өндіруге негіз қаланды. Климаттық өзгерістер жағдайында ауыл шаруашылығын тұрақты дамытуға мүмкіндік берді. Қазір компания былтырғы жинаған мақта талшықтарын тазартып, дестелеп, Түркістан қаласындағы тоқыма фабрикаларына жөнелтуде. Зауыттың барлық жабдығы шетелдік, күніне 1000 тоннаға дейін мақта тазартуға қауқарлы. Қазір былтыр жиып алған 30 000 тонна шикізатты өндіріс орындарына жіберіп жатырмыз. Одан жіп, мата секілді тоқыма бұйымдар әзірленіп, киім кешек тігіледі. Түркістан мақта агроөнеркәсіптік кешені заманауи технологияларды пайдалана отырып, мақта шаруашылығын өңірде жаңа деңгейге көтерді. Толық өндірістік циклді қалыптастыру арқылы өңірдің экспорттық әлеуеті артып, мыңдаған жаңа жұмыс орындары ашылуда. Осылайша кешен Түркістан облысының ғана емес, тұтас ел экономикасының дамуына серпін беретін стратегиялық жобаға айналды. Бастама мемлекет басшысының экономиканы әртараптандыру, шикізатты терең өңдеу, нақты секторды дамыту және жаппай цифрландыру арқылы экономиканы жаңғырту жөніндегі тапсырмаларының өңірлік деңгейде нақты іске асып жатқанын көрсетеді.